Баршаңызға сәлем. Сіздермен осындай қатпарлы қамыр дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма жазылып кетіңіз. Алдымен ұнымызға осындай кез келген сармайды алып, ұнға балап, бүккіштен өткіземіз. Ұнға баласаңыздар оңайырақ болады. Содан соң араластырамыз қолымыздың көмегімен. Ұнымыз осындай болу керек. Келесі суға 1 шай қасық тұзды қосып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Ұнға құямыз. 9% уксустан 1 шай қасық құямыз. Міндетті түрде 9% болу керек, немесе лимонды сығып, суын құйсаңыздар болады. Содан соң қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Жерге алып, осылай мен сияқты илесеңіздер де болады. Міне қамырымыз дайын. Енді 4 бұрышты етіп формасын келтіреміз. Салафанға салып, 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Міне 1 сағат тұрды. Енді бұл қамырды 4 бұрышты етіп жайып алып, 2 жанынан орап, тағы да тоңазытқышқа саламыз. Міне жайдық. Енді 2 жанын ораймыз. Видеода көрсетілгендей етіп орап, салафанға салып, тағы да жарты сағатқа тоңазытқышқа саламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Бұл қамырдан самса жасауға болады, пирог жасауға болады. Міне осындай болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая.